Сәлем достар, бүгін сіздерге дүкендікіненде ерекше әрі дәмі тәтті үй жағдайында жасалатын қара нан рецептісімен бөлісетін боламын. Яғни ржаной нан жасайтын боламыз. Бұл нанды жеген де арманда, жемеген де арманда. Дәмі тәп-тәтті және жасалу жолы да оп-оңай. Бұл қара нанды күнделікті аштықының көмегімен өзіңіз үйде жасап жесеңдер болады. Міне ортасы осындай әдемі бір тегіс болып шығады. Алдымен біз аштықымызды дайындап аламыз. Мен қара ұннан алдын ала бір күн бұрын осылай аштықымды дайындап жасап қоямын. Бүгін 12 сағат өткеннен кейін аштықым осылай күшті болып көтерілді. Енді бізге весы қажет, одан кейін ыдысымызға алдымен 200 грамм суық су құямыз. Одан кейін үстіне шекерімізді және тұзымызды саламыз. Жақсылап екеуін суымызға араластырып езіп аламыз. Толық құрамын төменде описание бөліміне жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап, сіздер де үй жағдайында денсаулығыңызға пайдалы, асқазаныңызға жеңіл қорытылатын нандар жасап үйренсеңіздер болады. Енді шекеріміз бен тұзымызды жібітіп алғаннан кейін үстіне 200 грамм қара закваскамызды салатын боламыз, яғни аштығымызды. Достар, сіздерге осындай денсаулығымызға пайдалы ақпараттар бөліскен қаласаңыздар, міндетті түрде видеоға лайк басып, төменге өз комментарийларыңызды қалдыруыңызды өтінемін. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Аштығымызды салып болғаннан кейін, оны да лопатканың көмегімен сумен бірге біріктіріп араластыратын боламыз. Енді біздің сұйық массамызға қара ұнымызды қосамыз. Қара ұннан 200 грамм қажет болады. Одан кейін үстіне бірінші сортты ұнымызды қосамыз. Одан бізге 100 грамм қажет болады. Енді барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап біріктіріп илейтін боламыз. Бізде жұмсақ қолға жабысатын қамыр пайда болады. Міне бізде осындай қолға жабысатын қоймалжың қамыр шығады. Одан еш қорықпаңыздар. Осылай нанымызды толық ұнымызбен біріктіргеннен кейін қолымызды азғантай шулап аламыз да, жан-жағын өстіп біріктіріп 2 сағатқа бетін жауып жылы жерге тыңдырып қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін арнайы формаларға, нанның формасы болса, сондай формаға салып, қызып тұрған пеште алдымен 10 минутта 240 градуста, одан кейін 40 минут 200 градуста пісіретін боламыз. Міне біздің бүгінгі дайындаған нанымыз.